Қайырлы күн. Бүгін абрикостан жасалған пирог пісіретін боламыз. Ол үшін бізге керегі жұмыртқа, қант, сары май, сүт, барлығын біріктіріп аламыз. Одан кейін біріктіргеннен кейін ұнымызға разрыхитель, ванилин салып, араластырып, массамызға саламыз. Бір келкі қып етіп араластырыңыздар, түйіршіктер кетіп қалу керек. Ұнды екі бөліп саламыз. Мен міне екі бөліп салдым ұнды. Екі бөліп салғаннан кейін әбден араластырамыз. Бұған миксердің қажеті жоқ, венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Одан кейін абрикосымызды алып, осылайынан турап алсаңыздар болады. Бұдан да ұсақ қып турасаңыздар болады. Одан кейін пергамент қағазымызды алып, осылайынан жайғастырып аламыз. Одан кейін жаңағы пирогтың массасын жартысын құйып аласыздар. Құйып алғаннан кейін оны бір келкі қып осылай лопатканың көмегімен жайғастырып аласыздар. Одан кейін абрикостарымызды осылайынан тізіп шығамыз. Жаңа қалған алып қалған массамызды салып, бір келкі болғанша бетін тегістейміз. Одан кейін кішкене мак себеміз. Мак сеппесеңіз де болады. 80 градуста духовкада пісіріп аламыз. Осылайынан ненің көмегімен, шпажканың көмегімен тексеріп аласыздар, піскен піспеген. Менікі 30 минутта пісіп шықты. Өте дәмді, кисло-сладкий абрикослы пирог болып шығады. Бетіне сахарный пудраны сеуіп, осылайынан жақындарыңызға ұсынсаңыздар болады. Ас болсын, дайындап көріңіздер.